أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Әлемдерді жоқтан барлыған, біздерге шексіз нығмет берген Алла субханала тағала хамду сана шексіз мақтау болсын. Және ардақты пайғамбарымызға Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уа алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Қажылықтың негізгі парыздарынан болған, міндеттерінен болған бұл арафатта тұру, арафада уақфа жасау. Әрине ең әуелі қажыларымыз ихрамға кіреді. Ихрамға кіру дегеніміз ол тәлбие айтып ниеттену. Қажыларымыз сол Зүлхиджа айының 8-і, яғни тәруия күнінде ихрамға кіргеннен соң Минаға барып, сол Мина жазығында түнейтін болады. Және келесі күніне, яғни Зүлхиджа айының 9-і Арафа күнінде күн көтерілгеннен соң Мина жазығынан шығып, қажыларымыз Арафатқа қарай бет алатын болады. Арафатта тұру бұл Зүлхиджа айының 9-шы күні түс ауғаннан бастап Құрбан айттың таңына дейін жалғасын табады. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде қажылық ол арафат деген. Пайғамбарымыз осылай айта келе, қажылықта арафаттың өтелуінің міндетті екенін, парыз екендігін айтқан. Барлық мәзһаб имамдары, яғни 4 мәзһаб имамдары бір ауыздан көзқарастары бойынша кімде-кім арафатты кешіктіретін болса, ол қажылықты кешіктірген болады деп айтқан. Яғни арафатты кімде-кім қаза қылып алатын болса, орындамайтын болса, келесі жылы соны кері өтеу керек болады, соны қайтадан орындау керек болады. Арафатта белгілі бір сәт тұру, бұл арафат парызының міндетінің парыздарынан. Яғни белгілі бір сәт тұру, бұл парыздама болып табылады. Ал күн батқанға дейін тұру, бұл уәжіп. Ал енді кімде-кім күн батпай тұрып арафаттан кетіп қалатын болса, ол адамға құрбан шалу уәжіп болады. Яғни бір дәм, бір құрбан шалу ол адам үшін міндет болады. Ал енді кімде-кім күн батудан бұрын шығып, және күн батпай тұрып арафатқа қайтып келетін болса, ол адамның мойнынан құрбан шалу түсірілетін болады. Яғни құрбандықты шалуы қажет болмайды, қайтып келетін болса. Ал енді күн батпай тұрып кетіп қалса, ол адам міндетті түрде құрбандықты шалуы міндет болады, уәжіп болады. Өйткені уәжіп амалды орындамағандығы үшін. Және қажылық уақытында, осы арафа уақытында, арафа жазығында тұру бүкіл аймағында, яғни арафа жазығының бүкіл аймағында тұруға рұқсат етіледі. Тек қана уарана деген сайында ғана тұруға рұқсат етілмейді. Және бұл арафатта абзал болған, арафатта уақыфта, яғни арафада уақфа жасауда абзал болған аймақ бұл Джабалур Рахма, яғни рахмет тауы. Ал енді рахмет тауында уақфа жасау мүмкіншілігі болмайтын болса, ол кезде әрбір қажылық компаниясының өзінің белгіленген орында, белгіленген аймағында, өздерінің шатырында сол арафат уақфасын, арафатта тұруды орындаса болады. Өйткені қажылық бұл қажылықта арафатта тұру, Рахман тауында тұру үшін біреуге зәбір көрсету, біреуді тыю, біреуді қағу, бұл дұрыс амалдардан болып саналмайды.
Сондықтан да құрметті қажылар, құрметті қадірменді жамағат, ол күні мүмкіншілігіміз болғанынша көптеп құлшылық жасау, көптеп ғибадат жасау, алла тағалаға дұға қылу, мейлінше уақытынды тиімді қылып өткізу абзалырақ болып табылады екен. Алла тағала баршамыздың қажылықтарымызды қабыл еткен болсын. Алла тағала хаджул мабрурдан болуды нәсіп етсін. Алла тағала елімізге амандық, елімізді ішін даудан, сыртын жаудан сақтаған болсын. Алла тағала елімізге тыныштық берсін. Әртүрлі жаманшылықтардан, ішкі және сыртқы дұшпандардан Алла сақтап, Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадаттарымызды қабыл еткен болсын. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.